Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 140 пен 2-нің көбейтіндісі, 280 мен 2-нің бөлінтісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Оқушылар барлығымыз білетіндей бағандап көбейту және бөлу сабағын жалғастырамыз. Олай болса, бірінші тапсырмаға қараймыз. 140 пен 2-нің көбейтіндісі. Бұл жерде бірінші көбейткіш 140. Демек, бұл 14 ондық деген сөз. Ондықтың астына екінші көбейткіш 2-ні жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 4 ондық пен 2-нің көбейтіндісі 8 ондыққа тең. Біз 8-ді дәл мына ондықтардың астына жазамыз. Демек, 4 пен 2-нің астына жазамыз. Келесі жүздіктерді көбейтеміз. 1 жүздік пен 2-нің көбейтіндісі 2 жүздікке тең. 2-ні жүздіктің астына жазамыз, ал 0-ді дәл солай бірліктің астына түсіреміз. Енді жауабын оқимыз. 140 пен 2-нің көбейтіндісі 280-ге тең. Енді бағандап көбейтуге қарама-қарсы бөлуді қарастырайық. 280 мен 2-нің бөлінтісі. Бұл жерде бөлінгіш 280, ал бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік, бөлінді де 3 цифр болады. Жүздік, ондық және бірлік. Біз әуелі жүздіктерді бөлеміз, ондықтарды, содан кейін ғана бірліктерді бөлеміз. Сонда жауабы 140-қа тең. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайық, балалар. Теңдеулерді шешеміз, жауаптарын өсу ретінде жазып, ең үлкен су қойманы анықтаймыз. Біріншісі Көк сарай су қоймасы 460-ға тең. Келесі Сергеев су қоймасы, бұл 117-ге тең. Үшінші Қаратомар су қоймасы 92-ге, ал Самарқан су қоймасы 82-ге тең. Бұл жерде сонда балалар ең үлкен су қойма бұл Көксарай су қоймасы. Келесі бізде мәтін есеп 7-ге қараймыз. Бір ыдыстың 5/1 бөлігіне 6 литр су сияды. Ал осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Біз 3 ыдысты табу үшін балалар әуелі бір ыдыста қанша литр су болатынын анықтап алайық. Қараңыз балалар, есепте 5/1 бөлігі 6 литр су сияды десе, демек 5-ге көбейтіп 1-ге бөлеміз. Сонда балалар, бір ыдысқа 30 литр су сияды. Демек 3 ыдысқа 90 литр су сияды. 9-шіге қараймыз балалар. Мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литр ыдыстағы судың 5-еуі және жоғарғы сыныптарға 8 әкелінді. Мектепке барлығы неше литр су әкелінді? Біз білеміз балалар, мына ыдысы бұл 19 литр су бар, біреуі. Бастауыш жаққа 5-еу, ал жоғары жаққа 8 болса, бірінші біз барлығы қанша ыдыс бар екенін тауып алайық. Ол үшін 5 пен 8-ді қосып аламыз. 5 пен 8-дің қосындысы 13-ке тең, 13-ті 19 литрге көбейтеміз. Сонда мектепке барлығы 247 литр су әкелінді. Келесі әсі балалар. Әлияның анасы үйіне бір айда 19 литр ыдыстағы суға 4 рет, а Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс береді. Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына қанша литр су кем қолданады? Ол үшін балалар екеуін де көбейтіп аламыз, ал қайсысы артық қайсысы кем екенін табу үшін біз азайту амалын қолданамыз. Сонда Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына 38 литр су кем қолданады екен. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыз балалар.